Абайдың 15-ші қара сөзінен ықшамдап алынды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Егер кісі орнын таппай, не болса сол баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы. Күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Ақын айтқан орынды іс терге не жатады деп ойлайсың, ал баянсыз, бағасыз іске не жатады деп ойлайсың? Жауабыңды жаза кел. Өлең деген сөз белгілі бір буын өлшемі бар ырғаққа, ұйқасқа құрылған көркем сөз.